Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келеді деп есептеймін. Бірақ мұндай дәрежеге жету үшін бәріміз даңғаза жасамай, жұмыла жұмыс жүргізуіміз керек. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған жолдауында осылай деді. Облыстық тілдерді оқыту орталығының директоры Нұрсәуле Мұсаева ана тіліміздің мәртебесін мұнан әрі асқақтатып, қолдану аясын кеңейту мақсатында аймақта жүйелі жұмыстар жасалып жатқандығын айтты. Ал жолдау алдағы жоспарды айқындап, жаңа міндеттер жүктейтін айқын. Бұған дейін де мемлекеттік тілдің мәртебесі арта түсетін, соның ішінде латын әліпбиіне көшу жұмыстары кезең-кезеңмен жүргізілетінін айтып келе жатырған болатын. Осыған орай 2011-19 жылдарға арналған мемлекеттік тілді дамыту бағдарламасына сәйкес көрсетілген нысаналы индикаторларға қол жеткізу бағытында біздің тілдерді оқыту орталығы өңір азаматтарының, мемлекеттік мекеме ұйым қызметкерлерінің халықаралық стандарттарға сәйкес келетін мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін айқындау мақсатында курстар ұйымдастырып келе жатыр. Қазіргі таңда ол нәтижесін беріп келеді. Алдағы уақытта 2020-2024 жылдарға қабылданатын мемлекеттік тіл және Қазақстан халқы тілдері бағдарламасында осы мемлекеттік тілдің мәртебесін үстем ету жұмыстары алдағы уақытта жүргізіле беретін болады.